Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев. Бұл есім әрбір қазақ үшін қастерлі һәм қасиетті. Қылышынан қан тамған кеңес үкіметінің тұсында ел ағаларының басты арманы ұлтын сақтап қалу болды. Олар күрес жолында жан алысып жан берісті. Тәуелсіздікті жақындатты. Солардың бірі де бірегейі Дінмұхамед Қонаев. Аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Димаш Ахметұлының өмір жолы бір сыдырғы болған жоқ. Болың-болыңы көп, тар жол тайғақ кешулерден өтті. Бейнеттің зейнетін де көрді. Демекең, халқы үшін аянып қалмады. Халқы да қайраткер ұлын ұлықтап төбесіне көтерді. Димаш деп еркелетті. Бұл турасында Демекеңнің өзі «Панам да ел, данам да ел. Соған арқа сүйедім, содан үйрендім» деп ағынан жарылған. Дінмұхамед Ахметұлының кісілігі мен кішілігі туралы айтылар естелік көп. Ұлы тұлғаның өмірінің соңғы жылдарын фотограф Жақсылық Тұрлыбеков таспаға түсірген. Достық қоғамында фототілші болып жұмыс істедім. Демекең бізге достық қоғамына келіп тұратын. Шетелдің қазақтары ол кісімен жаңағы тілдесіп, сөйлесіп деген секілді. Ол кісінің қолын ұстап, Демекеңнің үйіне өзі шақырып, қонақтарды сол үйлерінде көп болдым ол кісінің. Демекеңнің енді үйінде музей деп айтуға болады. Әкелген жаңағы заттарының барлығы ілеулі. Соны көріп, Демекеңмен тілдесіп, әңгімелесіп сөйтетін. Қалиф Алтай мынау Құранды аударған сол кісі көп болатын, сол Демекеңнің несінде үйінде достық қоғамында болатын. Жақсылық Тұрлыбеков ұзақ жылдар бойы ұлтымыздың ұлы перзенті Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың жанында жүріп, ол кісінің тарихи сәттерін таспалаған көрнекті фототілші. Өзінің кәсіби білімі мен ұзақ жылдардағы тәжірибесінің арқасында шеберліктің биігіне жеткен. Оның сол кездерде түсірген фотосуреттері бүгінде тарихымызға айналды. Зейнеткерлікке шықса да өзінің кәсібімен айналысып келе жатыр. Жақсылық ініміз өзі түсірген суреттерінен бөлек Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың басқа да суреттерін жинап, қайта өңдеп, жарыққа шығарумен айналысып келеді. Мемлекет және қоғам қайраткері Кеңес Ауқадиев. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев 1912 жылы 12 қаңтарда Верный қаласында дүниеге келді. Әкесі Меңліахмет Жұмабайұлы мен анасы Зәуре Байырқызы зиялы адамдар еді. Димаш Ахметұлы 1930 жылы Алматыда мектепті үздік бітірді. 1931-36 жылдары Қазақстанның өлкелік комсомол комитетінің нұсқауымен Мәскеудің түсті металл институтында оқыды. Институттан кейін Балқаш мыс қорыту комбинатында құрыштай қайнап шынықты. Қайраткер ұл жарты ғасырда бұрғылау станогының мәшинесінен Қазақстан орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметіне дейін көтерілді. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері. 3 мәрте социалистік еңбек ері, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы. Ұлық болсаң, кішік бол. Димаш Ахметұлы осы қағиданы берік ұстанды. Халықтың алдында өзін қаншалықты төмен ұстаса, халқы оны соншалықты биікке көтерді. Жақсылық Тұрлыбеков Демекеңнің қарапайымдылығын былай деп еске алады. Ауылға барғанда балалар енді Демекеңе жаңағы аузына түкіртіп, немесе жаңағы ұқсасын деп сөйтетін. Демекең енді сол бір жастыға келтіп, жаңағы кішкене баланы жатқызып, жаңағы неге ұқсасын деп сөйтетін. Мен Тәңірі сыйға тартқан біраз жасқа келдім. Жақсыны да көрдім. Жан ауыртқан күндерді де бастан кештім. Ол менің ғұмырым. Бірақ бұл өмірді халықтан бөле жара қараған емеспін.
ат жалын тартып мінген азамат кезден алдыма қойған бар арман, бар мақсат елмен еншілес болды халқым. Саған қалтқысыз қызмет еттім, аманатыңа адал болдым. Соңғы демім таусылғанша еліме, жеріме қызмет етуден танбаймын. Менің тірі пендеге өкпем жоқ, ал менде кеткен өкпен аз болса, ақ басымды еп, мың қайтара кешірім сұрайын. Біріншіден, үрейден аулақ болайын, сенім жоғалмасын. Қиыншылық деген қиюы келмейтін іс емес, жұмыла көтерейік. Екіншіден, тату үйге тақсырет жуылмайды. Бірлігіңе ие бол. Үшіншіден, өзіңе жақсылық тілесең, өзгеге жамандық қылма. Бұл Димаш Ахметұлының келер ұрпаққа қалдырған өсиеті. Димекеңнің ұлылығы халқының алдындағы кішіктігінде. Ол ертеменен коммунистік даңғыл мен Киров көшесінің қиылысындағы 3 қабатты үйден шығып, алдыдағы үкімет үйіне қарай жайбарақат жұмысқа бара жататын. Коммунистік партия басшылары қос-қостан күзет ұстаған тұста, Димекең күзетсіз жүрді. Бұл туралы Димекеңнің жеке күзетінің басшысы 17 жыл жанында болған Анатолий Горяйнов былай дейді. Если честно сказать, Шындығын айтқанда, Димаш Ахметұлы қауіпсіздік шаралары дегенді жақтырмайтын. Сондықтан біз қызметімізді жасырын атқаратынбыз. Күзетті көргенде, мені жыртқыш қыз ұқсатып, жетектеп жүргендеріңді қаламаймын деп ренжиді. Все, пух и прах. Димекеңнің оққағары болған Михаил Алексеев көпшілік ести қоймаған мына бір оқиғаны әңгімелеп берді. Димаш Ахметұлын халық жақсы көрді. Жамандық ойламайтын. Біз Димекеңді қорғау үшін табелді қаруды ешқашан қолданған емеспіз. Бірде тосын оқиға болды. Қонаев үкімет үйінен шыққан бетте оған қолында пышағы бар әйел тұра ұмтылды. Әрине, оның жолын оққағарлар кесті. Әйелдің ақыл есі ауысқаны кейін белгілі болды. Тексерудің нәтижесін Қонаевқа баяндағанда, ол кісінің бар айтқаны бір ауыз сөз ғана болды. Ауруханаға жатқызып емдесін. Оны ешкім ренжітпейтін болсын. Анатолий Горяйнов күзет қызметінің басшысы ғана емес, жеке фотографтың да міндетін атқарды. Димекең оған қалтқысыз сенетін. Бізге жеткен құнды суреттердің көпшілігін осы Горяйнов түсірген. Оның бір қатары Димекеңнің мұражайында сақтаулы тұр. Перерыв, курить, на прогулку. А я тут как тут с своим фотоаппаратом. Дінмұхаммед Ахметұлы мен Леонид Ильичтің үзіліске шыққан кезі еді. Осы кезде фотоаппаратымды көтеріп мен келе қалдым. Суретке түсіретінді ескерткем жоқ. Міне, соның нәтижесінде осындай бейресми жайма-шуақ фото түсірдім. Здесь они вдруг на тебе. И они на меня выскочили, и я на них. Так что вот. Бас хатшы Никита Хрущев Димекеңді жақтырмады. Оған себеп өзгенің көз құртына айналған қазақтың ұлан ғайыр жері. Жағымпаздар Павлодар қаласын Хрущевград деп атауды сұнып, Хрущевтің өзі Қазақстанның солтүстік облыстарын Ресейге, оңтүстіктегі бірнеше ауданды Өзбекстанға бергісі келді. Димаш Ахметұлы бұған үзілді кесілді қарсы болды. Димекеңнің ұлтжандылығы Хрущевке ұнаған жоқ. Астыртын тартыс бірте-бірте ашық қақтығысқа ұласып, 1962 жылы Дінмұхаммед Ахметұлы қызметтен шеттетілді. Алайда бұл үзіліс ұзаққа созылмады. 1964 жылы Никита Хрущевтің орнына Леонид Брежнев келіп, Димекең қайтадан атқа қонды. КСРО бас хатшысы Леонид Брежнев
Алғаш Алматыға келгенде Демекеңнің шағын пәтерін көріп, қарапайымдылығына таң тамаша қалыпты. Осыншама үлкен республиканы басқарып отырған адам қалайша кішкентай үйде тұрады деп сұрағанда Демекең: Зухра Шәріпқыз екеумізге осыда жетеді деп жымиып, Брежнев Демекеңнің үйінде бірнеше мәрте қонақ болған. Зухра Шәріпқызының өз қолымен дайындаған тәтті дәмділерінен ауыз тиген. Демекең екеуі аулада емен жарқын әңгіме дүкен құрған. Дінмұхамед Ахметұлы Леонид Брежневпен достығын халықтың игілігіне пайдалана білді. Қазақстанның экономикасы өркендеп, ауыл шаруашылығы қарыштап дамыды. Республиканың әр жеріне зауыт фабрикалар салынды. Республика сарайы, медеу мұз айдыны сияқты ауқымды құрылыстар жүргізілді. Бірнеше жаңа қала бой көтерді. Преподносит Клименту Ефремовичу памятный подарок. В захватывающей спортивной борьбе проходит состязание скороходов Сибири и Казахстана. Қазақ өнерін әлем таныды. Көз көргендер мұны Демекеңнің көрегенділігіне балайды. Димаш Ахметұлы мен Леонид Ильичті жақындастырған аңшылық. Аңшылық десе, екеуі де ішкен асын жерге қоятын. Демекең аңшылық кезінде ұлттың тағдырына қатысты көптеген мәселені өз пайдасына шешкенін айтады замандастары. Қонаев өмірінің соңғы жылдарына дейін аңшылықтан қол үзген жоқ. Демекеңнің мұражайында саятшылыққа қатысты экспонаттар аз емес. Мұражайдағы аңшылық қарулардың көпшілігін замандас достары сыйлаған. Демекеңнің кәнігі аңшы екенін білетін шетел басшылары сыйға тартқан мылтықтар жетерлік. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың қара-жарақтарының жәдігерлерімен алдында тұрмыз. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев негізі екі сүйіктісі болған екен. Оның біріншісі отықтар жинаған, екіншісі қару-жарақтар жинаған екен. Негізі жалпы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың қару-жарақтар жиынтығы 81 дана. Оның ішіндегі 19-ы аңшылық мылтықтар болып саналады. Қос ауызды, үш ауызды 9,16, 7,9 миллиметрлік карабин мылтықтары бар. Сонымен қатар 55-ге жуық суық қарулары бар. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың коллекциясының ішінде бір ғана тапанша бар. Бұл тапанша Германияда жасалынған Браунинг деген модельде қос ауызды тапанша. Бұны арнайы тапсырыспен Қонаевқа ішкі істер министрі подполковник Платаев арнайы жасатып сыйға тартқан екен. Күмістен жасалған. Димаш Ахметұлының аңшылықтан бөлек қару-жарақ түрлерін жинауға қаншалықты ден қойғанын Алматыдағы мұражайынан аңғаруға болады. Мұражай сөрелеріне сыймай қалған қарулары да аз емес. КСРО бас хатшысы Леонид Брежневтің, Югославия жетекшісі Йосип Броз Титоның, Куба көсемі Фидель Кастроның, неміс басшысы Эрих Хониккердің және өзге де шетелдік саясаткерлердің Демекеңе сыйлаған мылтықтарын осы мұражайдан табасыз. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев аңшылықты негізі балалық шағынан бастап жақсы көрген. Кішкентай кезінен бастап.
яғни ол кісі Қонаевтың ата бабасы аңшылықпен айналысқан себебі. Ол мектепте жүрген кезде аңшылыққа шыққанды өте жақсы көрген екен. Содан бастап Қонаев аңшылыққа деген құмарлығы өте ерекше болған. Мылтықтар жинай бастаған аңшылыққа байланысты. Сонымен қатар ол туралы осы аңшылыққа байланысты өте көп оқиғалар бар өзінің басынан өткен. Соның бірі Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев Көкшетау, яғни Борабойда арнайы шаруашылық министрінің арнайы территориясы бар, аңшылыққа рұқсат етілген жерлер. Соның бірінде аңшылықта болған кезде алдынан ойламаған жерден үлкен қабан шыға келген екен. Тура алдынан шыққан Қонаевтың өзін нысанаға алып, қабан өзіне қарай тіке шапқан екен. Сол кезде Дінмұхамед Ахметұлы еш саспастан қолындағы мылтығын алып, тура маңдайынан дәл тигізген екен. Жуырда Дінмұхамед Қонаевтың құрметіне бір қатар іс-шаралар өтті. Генерал-лейтенант Амангелді Шабдарбаев бас болып, Қазақ ұлттық аграрлық университетте ардагерлер арасында волейболдан халықаралық жарыс ұйымдастырды. 3 күнге созылған тартысты бәсекеге Қырғызстан, Өзбекстан, Оңтүстік Қазақстан, Астана, Павлодар, Алматы және тағы да басқа қалалардан командалар келді. Тартысты өткен додада Тілектес Есполов басқаратын Қазақ ұлттық аграрлық университеттің командасы бірінші орында жеңіп алды. Екінші орын Оңтүстік Қазақстан облысынан келген командаға бұйырса, үшінші орынды Жамбыл облысының командасы алды. Өзбекстан мен Қырғызстан ойыншылары да құр қол қайтқан жоқ. Олар да арнайы жүлдеге ие болды. Мемлекет және қоғам қайраткері Демекеңнің шәкірті Кеңес Аухадиев ұстазын былай деп еске алады. Трудовой путь, конечно. 3 мәрте еңбек ері атанған Демекеңді халқы ерекше құрметтейді. Бүгінгідей салтанатты шаралар Демекеңнің құрметіне арналады. Алдағы уақытта да мұндай жарыстар еліміздің әр жерінде өтетініне сенемін. Демекең жақсы аңшы еді, оған өзім куәмін. Аңшылыққа ерекше дайындықпен баратын және қанағатшыл болатын. 1-2 қырға аулатқан соң осы жетеді дейтін. Бір кездері «Известия» газеті Димаш Ахметұлының қабан атып түскен суретін жариялап, сын мақала жазған. Бірақ Демекең аңшы ғой, қабанды атты олжасымен суретке түсті. Демекең дұрыс істеді деп есептеймін. Большое спасибо, Кеңес аға, рахмет. Ақын Олжас Сүлейменов бір кездері өзі де ала допты ұршықша ерген ойыншы болғанын және Демекеңнің арқасында бір қауіптен аман қалғанын айтады. Димаш Ахметович Кунаев, которого мы сегодня вспоминаем на этом турнире. Осы турнирде біз еске алып жатқан Димаш Ахметұлы спорт үшін көп жұмыс атқарды. Октябрь Жарылқапов, Марат Мәденов, Заңғаз Жаркешев сияқты көптеген керемет волейболшылар шықты. Алғашқы құрамаға мен де мүше болдым. Қонаев туралы көп нәрсе айтуға болады. Азия кітабын шыққанда ол мені қорғап қалды. Брежневке бәрін түсіндіріп, мені қудалаудың жөнсіз екеніне көзін жеткізді. Демекеңмен бірге Қарашеңгелде аңшылықта бірге болдым. Көкшетау облысына жұмыс сапармен барғанда да саятшылыққа да уақыт тапқанбыз. Демекең аңды оңды солды ата бермейтін. Тек аңшылық маусым кезінде ғана арнайы рұқсатпен ататын. Сезон охоты, а он до этого не охотился. Только по разрешению. Димаш Ахметұлы қызметтен кеткен соң, оны жалғыз сыратпай, жанында қалған санаулылардың бірі генерал-лейтенант Амангелді Шабдарбаев қызық естелік айтты. Когда ему исполнилось 80 лет, он уже на пенсии, и мы с ним поехали в Балқаш. На Балқаш поехали. Демекең 80 жасқа толғанда біз ол кісімен бірге Балқашқа барып үйрек аттық. Димаш Ахметұлы тек ұшқан үйректі ғана ататын. Суға қонып отырғандарын ешқашан атқан емес. Сол кезде Демекең 35 үйрек атты. Ал біз 2 адам болсақ та 25 үйрек алдық. Демекең мылтық ата білетін, аңшылықты жаны сүйді. Ол ешқашан белгіленген тәртіпті бұзған емес. Арнайы шаруашылықтарда санитарлық мақсатпен аң атуға рұқсат берілсе де, аңшылық маусым кезінде ғана саятшылық жасайтын.
Димекең өмірден өткенде Алматыдағы пәтерінен басқа жеке басында көлігі де саяжайы да болған жоқ. Ол өте қарапайым өмір сүрді. Халқын жан-тәнімен сүйді. Он никогда не нарушал ни законы, и как нормальный человек всегда думал о своем народе. Ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ері қайдан болсын. Кемеңгер Димекеңнің ғұмыр жолы, өнегесі мен өсиеті келер ұрпақ үшін шамшырақпен пара-пар. Қазақ деген ұлт барда Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың есімі еш уақытта ұмытылмақ емес. Мен көзқарасым бойынша бұл уақытша болған мәселе. Бұдан Қазақстан жылдам шығады. Оған мынандай себеп бар. Бірінші, Қазақстан өте бай ел. Өте мықты күшті өндірісі бар. Өте мықты ауыл шаруашылығы бар. Одан басқа дайындалған өте үлкен мамандары бар, ғалымдары бар. Ал осының бәрін уақытында düz kol kalsa, manda bir biz öteden şirk etimiz. Елім деп кешкен саналы бүкіл ғұмырын, адалдық болып аңсаған асыл тұғырын. Алтын тағыңды ақ мұнда зарың билеген, Димекең ата шайқалмай өтті алтынығын. Халқыңды сүйдің, сүйеді сені халқыңда, шарқылдап мәңгі жақсатың қалды артыңда. Азамат едің арманы асыл, бәйтерек едің шелегі жасыл. Даңқыңды жатыр асырып жылдар, бағаңды әділ береді ғасыр. Бұл белге көтердің қазақ баласын, еге бол жерге түрленттің дала қаласын. Бабаның даңқын, атаның салтын үзбеген, ұлтыңа ұстаз, ұрпаққа үлгі данасын. Халқыңды сүйдің, сүйеді сені халқыңда, шарқылдап мәңгі жақсатың қалды артыңда. Азамат едің арманы асыл, бәйтерек едің шелегі жасыл. Даңқыңды жатыр асырып жылдар, бағаңды әділ береді ғасыр. Сағаттағы әрісін, желтоқсан болып тірілттің ұлттың намысын. Сертіне берік бөрінің абаданындай, алаштың асқақ маңдайға біткен бағасын. Өзіңді іздеп мұңайды маңға шыңдары,
сағындау бүгін өресі биік ұлдары. Азамат едің арманы асыл, бәйтерек едің желегі жасыл. Саяңда қалған қара орман елдің тұрыс екен